Онлайн несие рәсімдегенмін, қазір төлейтін жағдайым жоқ. Төлемесең түрмеге жаптырамыз деп қорқытады. Бұл қаншалықты дұрыс? Қандай да бір несие алған адамды түрмеге жаптырамыз деп қорқыту бұл заңсыз. Өйткені себебі несие алу азаматтық құқықтық қарым-қатынас. Ал тек қана қылмыстық жолмен ғана әрекет жасаған адамдарды түрмеге жаптыру, яғни бас бостандығынан айыру мүмкін. Ал сіздің жағдайыңызда не істеу мүмкін? Сіздің жағдайыңызда сотқа беріп, жалақыңыздың жартысын алып қалу мүмкін, барлық мүліктеріңізді тыйым салу мүмкін, сізге қатысты ғана мүліктерді тыйым салу мүмкін, шетелге шығуыңызға тыйым салу мүмкін. Бірақ түрмеге жаптырамын деп қорқыту, үркіту ол заңсыз. Бұндай жағдайда сіз не істейсіз? Қазіргі смартфондардың ішінде хабарласқан адамдарды жазып алатын неше түрлі бағдарламалар бар. Сол бағдарламалар арқылы сондай қорқыту бастаған кезде сіз ескертесіз алдымен. Яғни сіздің сөзіңіз жазылып жатыр. Бұл сотта қолдану мүмкін деп ескертесіз. Осы сәттен бастап сіздің жазбаңыз заңды түрде дәлелдемеге айналады. Өйткені жасырын алынған дәлелдемелер сотта қабылданбайды. Осыны айтқаннан соң сіз осы сөздеріңізге аты жөнін сұрап алыңыз, осы сөздеріңізге жауап бересіз бе деп, одан кейін барып қоқан-лоққы жасаған үшін прокуратура органдарыңызға шағымдануыңызға болады. Немесе бірден сотқа шағымдануыңызға да болады.